Лавр жапырағының адам денсаулығына пайдасын осы видеода айтатын боламыз. Лавр жапырағы бәріміздің де ас үйімізде бар. Оны көбіне тағамдарға қосамыз. Алайда бұл жапырақтың халық медицинасында көп қолданылатынын көбіміз білмейміз. Лавр жапырағы субтропикалық климатта күн сәулесінен энергия алып өседі. Сол себепті оның адам ағзасына пайдасы көп. Лавр жапырағы көптеген аурулардың алдын алуға көмектеседі. Диабет кезінде лавр жапырағының көмегімен қаныңыздағы қант мөлшерін төмендете аласыз. Ол үшін термосқа 10 жапырақ салып, 3 стакан қайнаған су құйыңыз. Тұнба 3 сағаттан кейін дайын болады. Бұл емдік сусынды күніне 3 рет тамақ жерден жарты сағат бұрын ішіңіз. Емделу курсы 2 апта. Арықтағыңыз келсе, 5-6 жапырақты ұсақтап турап, 1 стакан салқын су құйып, бір түнге қалдырыңыз. Таңертең лавр суын 15 минуттай қайнатып, қақпақтың астында тағы 30 минут сақтаңыз. Қайнатпаны күніне 3 рет ішіңіз. Емделу курсы 1-7. Одан кейін міндетті түрде 2 аптадай үзіліс жасауыңыз керек. Ауыз қуысы ауруларына қарсы. Егер аузыңыздан жағымсыз иістер шықса, қызыл иегіңіз ісінсе, стоматит пайда болса, олардың алдын алу үшін тамақ арасындағы үзілісте лавр жапырағын шайнаңыз. Ұйқысыздыққа ұшырасаңыз, лавр жапырағының иісі дәрілік шүйгін шөптен кем тыныштандырмайды. Жастығыңыздың астына бірнеше лавр жапырағын салып жатсаңыз, жаңа туған нәрестедей ұйықтайсыз. Бұл әдіс балаларға да пайдалы. Ара шаққан кезде. Ара шағып алған кездегі сезім бәріңізге де таныс шығар. Егер сондай жағдайға тап болсаңыз, лавр жапырағын ара шаққан жерге қойып, байлап тастаңыз. Қабыну тез арада кетеді. Үйдегі ауаны қош иістендіреді. Лавр жапырағының құрамында эфир майы болғандықтан үйіңізді залалсыздандыратын қасиетке ие. 10-15 жапырақты алып қайнатып бөлмеңізге қойыңыз. Бірнеше минуттан кейін керемет қош иіс шығатын болады. Каналымызға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетуді ұмытпаңыз.